Блин, достар, я в шоке. Үйге қазір ғана келдім. Тағы да жаңбыр, пробка. Үйге келсем, блядь, осындай нәрсе болып отыр. Жиған терген ақшамның барлығын. Бля. Ақша жоқ, ё-май, ақша жоқ. Мен көтімді қысып отырмын ерде. Ал сен не істеп жатсың? Нұрдәулет, мына мен еркек сияқты бүйтіп болмадың сөйтіп. Мен саған өтірік істеп жатсың деп айтқан жоқпын. Қуасың ба? Ей, мал, сен қуасың ба? Мал емессің. Сен мал болып тұрсың дәл қазір. Малдың тірлігін істеп тұрсың. Не мыналар? Мен сен ұстап отырғыздым бүйтіп. Не мыналар? Сен үйтіп ұрмайын деп маған сөз бердің ғой, Нұрдәулет. Мен қолымды Далбойып емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мені тоқтатпасаң, кім тоқтатады? Далбойып. Мен жақта боқтама маған. Боқтаймын. Сен далбойыптың тірлігін істеп отырсың өйткені. Мен далбойыппын ба саған? Далбойыпсың. Дәл қазір далбойыптың тірлігін істеп отырсың. А не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, бүйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін, я барлығы менің ауырғаным өтірік, а сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп отырамын қасында. Достар, кеше, негізінде Айда екеуміз барлығын тоқтатып, мен границадан шығып кеткен болатынмын. Айда өзінің сөзін айтып, Нұрдәулет болды, екеумізде ештеңеге шықпайды, мен саған сенбеймін, мінезіміз сәйкес келмейді деді. Мен көңілім қалды, базар жоқ. Мен неден шығып кеттім, жарайды деп мен тоқтатып кеттім. Жарайды, тоқтаса тоқтасын деп өттім дағы. Я, мен алдын ала барлығын пландағам. Балалардың барлығын жинадым сол жерге, қатысушылардың маған көмектесем деген қатысушыларды жинадым дағы. Айданы алдап сөйтіп шығардым, сонымен алып кеттім. Ал мен қыздың мені сүйетінін көзінен ақ байқадым. Ол сөзінің барлығы, ол маған деген ашу, маған деген бір сондай аза десем де болады да, андай реніш қой енді. Соның барлығы бір алып қашумен жаздым десем болады. Аллаға шүкір, енді мен жанымда мүлдем ренжітпеймін.